Oo, sendер іздеп жүрмін ғой. Бүгін ерте тұрдым. Звук поставим, все. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами. Ұйқыдан кеш тұрдым, сөйтсем Жәкең тренировка алып келген ғой, айтпай. Короче, Жәкең задание ар жақтан қарға ауна дейді. Мен киіммен екенмін, сөйтсем киімсіз ба деп айтып қаламын, сөйтіп иә деп. Ақылбек айтқан қазір үстін шешіп. Давай. Gel göpres. Закален дейсің ғой конкретно. Жәке сенікі де Ақылбек сенікі де орындар жоқ. Соплай, бұл мен үшін оңай, просто крикни собрай. Қойды осыны сен сөйлеп жүрмін. Жарқын мұн. Ойбай көйтіме кірді су. Қызар скоро. Заказ ба, артына кіріп атсың ба дейді. Мен маған біреу бұлай істе десе де мен оны істемеймін. Өзімден істейтін адам білесіздер. Мен неге қарапайым қазақ деп осы жаққа келіп ар нәрселер істеп көрсетіп жатырмын. Простой енененде армандар орындалса, сен мықтысың, мен де күшті армандарың орындалады. Мен сенем, сен де сен. Біз халықты өзіміз жақсы өмір сүруге үйретуіміз керек. Иә, солай. Сондықтан да сылтау іздейді адамға сылтау табыла береді. Давай да қимылдан да еңбектен де сосын барып көреміз бұйырғанын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Айлап енді. Бүгін неге ерте тұрып қайда бара жатқанымызды сәлден кейін білетін боласың. Барлығы дайын. Бүгін кішкене история аз болып жатса, түсінесіңдер ғой. Алматы жосық суық енді. Естіп ойнап тұрады арасында. Просто қойшы дедім да. Айтып білесіңдер ғой, садрайдың соқтым ғой мен. Девушка, с вами хочет познакомиться мой друг. Хайуан! Ау! Машинада отқан кезде батырсың ғой. Бірақ никак түспейсің ғой жаным. Қарынша тырысып көрдім енді, бермей қойды мен. Шыдай тұршы. Мынандай газельге отырмағалы да біраз болыпты. Таңертеңнен бері неге қайда барып жүргенімнің барлығын ертең салатын болам. Алматының біресе мына басына барып аралап жүрмен. Бүгін осындай газельменмін енді. Қалладасың. Кел. Хоппа. Мен кеттім. Жақсы. Давай. Ата-анамыз аман болса, деніміз сау болса, қандай бақытты жандарымыз, иә? Соны бағалай білейік. Үйге кіраз келіп. Что не стираться? Сейчас жестко будет. Заяц! Ты меня слышишь? Жындырмады екен шығар мен тұр. Настроением күштеп тұр. Бүгін үйде беш барма. Кейін осылай шаршап келген кезде түсіндің ғой, құлағыңа алтын сырға. Кімге айтып жатырмын деймін да? Қайырлы күн. Ну, с утра осылай. Мына сен подаркың жаңа жылға. Бәле болдыңдар ма деп азыр. Бауыр деген бір әлем, ауыл бөлек. Нормально. С Новым годом. Қандай бар екен ғой? Әр бауырдың амандығын тілейік. Өмірде әр адамға бауыр керек. Набала еркелеп болды. Күніне 2 ақ история. Не қалайсын жоқ, не давай жоқ. Әлі гепардтың иесі келе жатыр, оған гепард тапсыру керек, квадроцикл жүру керекпін. Вообще үлгере алмай жатырмын, уақыт. Всем привет, достар, қалайсыздар? Жаңа жылдан кейін өз-өзіне келе алмай жатқан жандар мында плюс тастап кетіңіздер, потому что мен, не знаю, 2021 жылда жатырқап тұрмын ба, өз-өзіме әлі келе алмай жатырмын. Бірақ не болса да, осы жылдың басында бір дәптерге жазып қояйық. Мен всегда солай істейтін, бұрында қазір что-то перестала, обратно қайтадан істейтін сияқтымын. Так что давайте барлықтарымыз өзінің желанияларын дәптерге жазып қойыңыздар и 365 күннің ішінде барлығы орындалсын. Посмотрели классный мультик и ставит много детишек. Все дети концентрируются. Ужас. Мы даже дети, да? Бір ұйықтап тұрдым, подаркымды беріп жалғастырам. Келесі. Жұлдыздар жарық жеткенше сағынып үлгердім сені. Жанымнан тұрып
Sağınıp үлгердім сені Мамасының астында еркелеп жатыр екен. Всегда өлең айтып жатыр. Sağınıp үлгердім сені Жұлдызда жарық жеткенше Sağınıp үлгердім сені Жанымнан Уақыттарыңызға қайырлы күн, қалаларыңыз қалай, не істеп жатырсыздар? Біз қазір шай ішіп болдық. Өздеріңізде не жаңалық болып жатыр? Моя милая, любимая, я прошу, не говори, что не моя. Я прошу, не говори, что не моя. Кем же стали мы, кто я для себя? Моя милая. Қазір ойыма бесеу емес, бір ғана факт келіп тұр, сондықтан соны айта кетейін. Тілің мен құлағыңды бақыла деген сөз бар. Аллах тағала бізге екі құлақ, бір ғана тіл берді. Сондықтан да тіліңнің сөйлеуінен көрі құлағыңның тыңдауы көбірек болсын дейді. Әрине дұрыс нәрсе. Қайырлы кеш достар, қалайсыздар? Мен қандай тамақ істейін жатыр деп ойлайсыздар, қараңыздар. Қандай? Потом мына жақта қандай? Ай, біздің шақи пысық қой. Әне, қамыр илейді, шай істейді, тамақ істейді, қолынан келмейтін жоқ. Қолдарының өзі алтын ғой, анаң қарасы. Пысығару ғой, действительно пысығару. Хей, қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Жаңа жылдайынан да естерін жеп жатсыздар ма? Короче, бүгін былай. Бүгін сіздерге бір чотам түсірейін деп едім. Чотамды кіммен түсірейін? Аймен ба или Алишмен ба? Эх, шиго болсаң, өз по магазинам жүреді екесің. Каждый күн анда барып кел, мында барып кел. Олар неге жұмсай береді бауырым? Подвези, братан. Ал келдім енді, ал. Япырай, қазір бір тамақ пісірейін деп тұр ғой, мыналар деп ойлап отырсыңдар ма? Бұның ішінде семечки, шоколадки, там сушняк, аяу-мыняу. Мына свежий бауырсақтың иісін, дәмін сезіп тұрсыңдар ма? Сезіп тұрсыңдар ма? Қалай жалпы? Через камеру можно, да, передавать или нет? Еще қарда бүйтіп анау сноубордта жейтін жігіт келіп па не саған конкретно? Қыз ғой, қыз. Қыз емес, сол кетті сноуборд ұстап тұрған жігіт. Конкретно повар, маймақ жігіт керек па саған? Повар, маймақ жігіт тауып алдым деп тұрмын. Шаша. 2021-де повар, маймақ жігіт кездессін саған. Міне қара. Я не забуду твою улыбку. Йо, кухняға кірсем, Алла көлдің иісі шығып тұр ғой. Кухняға кірсем, пай. Алла көлдің иісі шығып тұр ғой. Ё-майо. Ауф. Қазір мелочь, но приятно. Сестра керек. На-на-на-най. Андай бір. Мә, рахмет. Ау. Өзім әкеліп То, чего мы ждали 1,5 часа. Рахмет, Шахи. Қолым дерт көрмесін. Же, бол. Ас болсын. Так, вот мое рабочее место. Мен мына жерде отырып видео монтаждаймын. Бұйырса уже ютубқа или твичқа ойындар стримить ететін боламыз. Мен, Ахон, Ғабит. Так что дайын болыңыздар. Короче, дарынға бірдеме керек болып тұр. Не керек айтшы? Не керек? Зеленфон. Зеленфон. Так, зеленый фонды алып алайын деп тұр, короче, да? Қандай тапсырма берсем болады екен? Жаңа магазинге барып кет, бір рет қинадым, магазинге барып кет. Енді не істесек болады? Комнат жинатып қояйын ба? Не алсам? Или билет қояйын ба? Не істейсің айтшы? Билейсің ба? Бір билеп бер, дауысын шығару өлегін, давай. Давай. Через не хочу билеген осылай отыр.
Қазір сіздермен бірге карта желания жасайтын боламыз. Барлығын көрсетемін. Күтіңіздер. Ассалаумағалейкум деп әбетте айқайлай берсек болады шығар, иә, дұрыс па? Ештеңе азында ерде айқайласаң просто айқайламашы деп айтады да бәрі. Қайырлы күн демеш, мама өтініш. Қайырлы күн. Жолай, қайырлы күн деп айтпаймын мен, вообще айтайын. Қалайсыздар деп айтайын, амансыздар ма деп айтайын, короче. Сосын, вообще шаршаған шығарсыздар ол дейді енді. Біраз шірер әңгіме айтып отыр, короче. Сен амансыздар, короче. Біз бір жерге барадық. Мен біраздан бері бармадым енді. Дәстүр қай жерге барғанымды жақсы көретінімді енді. Күндерің сәтті өтсін кетті. Күндерің сәтті өтсін деген оны кетті. Күндерің сәтті өтсін. Амансыздар, короче болады. Қазір қай баратығанымызды білмейсің сен, білмейтін мысалы да. Мен білем. Барам. Жаман қалам, Жаман киімдерімді амандары дейді. Жаман киім асарға баратын бауырым. Шықалап. Бір жаңа жылға подарка берердің алдында бір ақылдасып кішкене балдармен, давай сен бізге бер, мен саған берейін деп айту керек та, ыңғайсыз жағдайда қалдырып қойды да мысалы да. Енді обязательно қайтару керек ол нәрсені. Дұрыс па? Подарка бергеннен кейін қайтару керек. Бәле болды. Жоқ бауырым, жаңа ғана беріп жібердік бір кісіге жаңа. Жаңа ғана беріп жібердік. Кім ауырып жатыр? Папаң ауырып жатыр ма? Сол енді подарка беруге енді құдай қаласа береміз енді. Әлі ол ақыл сұрайтындар ше. Осы енді бітірді ше. Қағы кетіп қалды анау. Не? Багасында іштеңе жоқ қой бауым. Болды. Берем бір 2-3 теңгені, не болды? Айнаны сүртіп жіберші. Все, в общем. Не берсек болады, идеяларын жазып жіберіңіздер. Кеше бір кісі де берген. Жоқ бауырым ақша. Қоймайды екенсің. Ассалаумағалейкум. Жақсы болып бізді чіктер аласың. Чіктер аласың. Қатынау чіктерға барамыз деп ойлаймын. Оның өзі қатынама сияқты берген көрді. Енгім міне бұл. Жоқ ой, барып жүр ғой. Барып жүр бұл. В общем, осы талпамен бүгін. Қайқа бартқанымызды қазір көрсетіп боламыз. Подарканы жазып жүріңіздер, В общем, бағанан бері айтып жатқан жеріміз мынандай жер тұғын. Қандай жер екен, қақтан көрсетеміз. Көріп тұштар ма? Жылқы, в общем. Жігіттер. Ассалаумағалейкум. Амансыңдар ма? Менікі. Бауырым көрінді қан, чегін көрсетші сазынай. Чек өзі? Чек бар ғой. Алдамайын ғой білесің ғой. Қандай, кән? Ой. Енді өз машинам номерім. 383 мың ба? Көп қойсаң нормально деген, Все, в общем, от души родной. Бұл жігіт танисыңдар ма өзі? Инстаграм жүретін жігіт ғой бұл да. Номермен чек мына жерде тұр. Ал, барлықтарына қайырлы кеш. Алдында айтқандай, в общем, атаң айт. Атам қазақ намысын өлген ба? Келдік міне. Қазір аламыз заттарын. Күтіңдер. А так, всем доброе утро, да, бірінші бастайық. Сосын, я, короче, проснулся, но инстаграмды қарайым, тып-тыныш. Орлардың бәрін қарайым, тып-тыныш. Москвадан тым хабар жоқ. Нұрдәулет, че там? Че-то Нұрдәулет связьға шықпай жатыр, а? Не істейміз? Че, он реально зассал, что ли? ННН зассал, да? Нет, я в такое не верю. Он Нұрдәулет сможет. Я отвечаю вам, сделает он сегодня. У нас дома собакен. На, есімі Лидия ғой, а? Лилия. Лидия. Ко мне, Лидия. Лидия. Ну, команду түсінбей ма не? Линда. Линда, ко мне. Линда. Ладно, онда. Былай жасайық. Неужели ешкімнің қолынан келмейді ол нәрсе? Мысалы, қараңдаршы, мен кеше істедім, бірақ ешқандай ауру, онда ештеңе тап болған жоқпын. Так, мен сіздерден енді күтем. Кім осы менің қайталағанымды жасайды, соларды мен өзімнің сторисіма салам. Без разницы, видео қалай шығады, жаман шыға ма, жақсы шыға ма. Главное, істесең, мен соны, мені отметь етесіздер сол сториске, и мен соны өзіме салатын боламын. Так что давайте енді. Нұрдәулет істей алмады, Бағдәулет істей алмады. Енді сіздер істей алатын боларсыздар. Так, некоторые понимают мынаны басқаша ретінде. Осы Алматыға келгелі көбінен байқадым, анандай
құттай салқынға ауырып қаламыз, желге сквознякқа дейді. Мына қарға, мұзға, салқын суға түсудің себебі ол адам сол неден закаляться етеді и көп ауыра бермейді. Соны денесін үйрету үшін мен сіздерге жақсы болсын деп айтып жатырмын. Так что кімнің қолынан келеді, кім маған сенеді, басыңдар. Егер ауырып қалам, анандай бүйтіп қалам, сөйтіп қалам деп мәңгілік істетін болсаңдар, олай жасамай ақ қойыңдар. Так что солай. Анне, Азамат, Нурдаулет, Азамат, я же говорил, вот он ННН может хотя бы ББ стимесе, ННН қолынан келеді. Я в него верил, вот действительно. Красавчик, Үйге келсең осы ғой. Мені ойлайтын осы шақи болмаса. Тәте, келініңіз алтын сразу айтайын. Әне? Саусақ бармақ деген бар. Бармақ саусақ байлы қалай еді? Саусақ сорма. Саусақ сорма. Керім ғой мынау деген кәм. Мынаны бай алып қолыңмен жеп отырасына, қолыңды бірге аузына салып жүзіп қойғың келді да. Мынандай тамақты көрмегенсің ғой бұрын соң дұрыс. Шахи ханым, қолыңыз дерт көрмесін. Ала көрдіңіз ғой. Әне. Ал, қайырлы күн достар. Мен ұйқыдан тұрып, тренировка бара жатырмын. Ал, балдар болса, ұйықтап жатыр. Бүгін күндеріңізге сәттілік. Міне кілтті алдым охранадан. Қазір мына камераны көрген сайын баяғы менің ақ камерам есіме түсетші, ұтылып қалған. Әттең-ай деп. Бисмиллах. Бірінші осы тренировкаға келген кезде бірінші күні сіздерге мотивация ретінде айтқан болатын. Мен де келдім, тренировка бастайын десем, кроссовкам жоқ, не істеймін деп. Сөйтіп ар ойланып, бер ойланып, қазір мен точно істемей кетсем, сол кезде қалып кетеді дедім да, сонымен киіп келген кроссовкамен тренировка істеп кеттім. Сол әне алам деп жүріп, ол кроссовканы жырттым. Сонымен жыртқан екен, енді не істеймін деп жүріп. Мынамен істедім міне. Осымен істеп кеттім тренировканы. Бірақ сол моментте мен қалдырып қоятын, сіздерде де сол үшін айттым. Бірдеме бастайын деп жатсаңыздар, всегда бірдеме кедергі болады. Сонда да соған қарамастан барына базарға бастаған дұрыс. Өйткені бүгін күн ертеңге қалады деген бар. Міне өз орнымен келеді екен, алам деп жүрген кезде жаңа жылға футболканы, чертикті және де мынаны маған Нұрдәулет берді. Сол сияқты сіздерде де солай міне жүгіріп болды ма? Өзі жаңа жылға байланысты 4 күнде қалып қойған екен. Жүрек қысылып қапты өзі. 15 минут әрең жүріп міне. Калория. Міне таң атпай жеңілденіп алдық. Ендігі кезек тамақ ішеміз. Нұрдәулет бүгін келеді, келмейді көреміз. Если келмесе, өз желанияларыңызды дайындай берсеңіздер болады. Негізі барлық адам жақсы өмір сүргісі келеді, бірақ қиындық көргісі келмейді. Жақсы өмір сүргің келе ма, қиындықта көре білу керек. Нұрдәулетке мен специально басында айтқам, Нұрдәулет, качок болғың келе ма, мынандай болғың келе ма? Ол любой адам қалайды ғой, качок болғың келеді, мен фигурам мынандай болса деп. Как раз оған жарасады, бой өзің ғой негізінде. Сөйтті да, давай 1 миллионға спорласақ дедім. Өйткені оны білем, келетті, қалып кететін білем да, тастап кететін. 1 миллионға спорласты, амалдың жоғынан келіп жүріп. Зато сөйтіп жүріп, может бір результатын көрсету мүмкін. Оған просто мотивация ғой негізі. Бүгін келсе келді, келмесе өздеріңіз желанияларыңызды дайындай беріңіздер. Міне после тренировка тамаққа келдік. Нормасымен кеп жатырық. Мына бауырым красавчик қой, тренировка істемесінен тамақ жеуді біледі, бірақ тренировка істеуді білмейді. Жеу керек көп. Не деген? Жеңілін біледі ғой енді. Достар, өздеріңіз білетіндей, Нұрдәулет бүгін тренировкаға барған жоқ, соған байланысты өз желаниямды айтамын. Айтпады, оятпай кетіп қалды, ұйықтап отыр. Енді түнімен енді ұйықтаған екен, қалай оятасың енді? Короче, анау қарды көрдің ба? Соған көріп барасында жақсылап, аунашқа ауырым. Шешпесін бе? Шешпесін. Өзі айтып қойды, болмаса айтып өйден. Мен көрсем, ақыл өткесін өсіп кетті. Бірақ качок болғысы келіп жүр, негізді арманы сол. Бірақ скоро болады. Осындай адамды көргенсіздер ма? Бречки, тепшки, бәтінки. Оу, бречки,